Трофимов Герман Геннадьевич 1994-1996 жылдар аралығында Алматы энергетика институтының ректоры болған. 1942 жылдың 9 ақпанында Махачкала қаласында өмірге келген. 15 өнертабыстың авторы, 300-ден аса ғылыми еңбек жариялаған. Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген энергетика атағына ие болған. Қазақстанның және білім алған жоғарғы оқу орнының нағыз патриоты. Герман Геннадьевич соңғы бірнеше жылдарда Қазақстанда өмір сүрмесе де, ешқашан өзі оқыған жоғарғы оқу орнымен байланысын үзген емес. Алыста қалған 1990 жылы Алматы энергетика институтына келгеннен бастап, әлі күнге дейін оның игілігіне еңбек етіп келеді. 1994 және 1996 жылдар аралығында институт жұмыстары ең қиын және ең жауапты кезеңдерді бастан кешті. Сол уақытта Герман Геннадьевич жоғарғы оқу орнының ректоры болып тағайындалды. Жоғарғы оқу орнының барлық тұстарынан өзекті мәселелер пайда болды. Оқу орындары лайықты жалақы төлей алмағандықтан, жақсы мамандар профессорлық оқытушылық құрамынан жеке меншік секторға кете бастады. Ал түлектер туған альма-матер қабырғасында қалмады. Герман Трофимович бұл мәселені шешті. Ол үшін бүкіл Қазақстанды аралап, энергетика нарығындағы ірі ойыншылармен келісім орнату қажет болды. Өз кезегінде бұл компаниялар жоғарғы оқу орнының ғылыми зерттеулермен әзірлеу жұмыстарына тапсырыс беретін болды. Коммерциялық тапсырыстар жоғарғы оқу орнының бюджетіне ай сайын қосымша қаражат бөлуін қамтамасыз етті және оқытушылардың жалақысын уақытылы төлеуге және қомақты сыйақы төлеуіне мүмкіндік берді. Мамандардың кетуі тоқтады және жастар келе бастады. Қосымша қаражатқа жөндеу жұмыстарын өткізді және зертханаға қажетті заманауи жабдықтар сатып алды. Сондай-ақ Герман Геннадьевич сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрескен адам ретінде танылды. Жоспарлы жұмыстар тұрпатсыздық танытқан бұл құбылыстың көрсеткіштерін нөлге жеткізді. Трофимовтың дарыны, тәжірибесі, білімі мен идеясы Қазақстаннан алыс шетелге шықты. Оны бүкіл әлем сыйлайды және мойындайды. Ол энергетика саласындағы ең үздік мамандардың бірі. Оның ішінде заманауи Қазақстандағы жаңғыртылатын энергия көздері де бар. Энергетика саласындағы бірде-бір маңызды жоба оның қатысуынсыз өтпейді. Герман Геннадьевич, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, күш-жігер мен тың идеялар тілейміз. Алматы энергетика және байланыс университеті сізді жақсы көреді, бағалайды және өз қабырғасында асыға күтеді.